Айға қол созған бала ертегісі. Ертеде бір ауылда айды ерекше жақсы көретін бір бала болыпты. Кеш түсе салып, үйдің шатырына шығып алып, айға ұзақ қарап отырады екен. Қарап қана қоймай, айға жетсем ғой, қолымен ұстасам ғой деп армандай береді. Ауыл адамдары баланың қиялына күліп, айға адам ешқашан жете алмайды деп сендіріпті. Бірақ бала үмітін үзбепті. Бір түні ол ауылдың шетінде өсіп тұрған биік терекке шығып қолын барынша созыпты. Әрине ай қол жетпестей алыстай еді. Бірақ сол сәтте бала бір нәрсені түсініпті. Айды ұстай алмаса да, оған қарай ұмтылу өзіне күш, қайрат, арман сыйлапты. Ауыл адамдары да оны көріп таң қалып, армансыз адам, қанатсыз құс, арманға ұмтылу адамның ең үлкен күші депті. Сол кезден бастап ауыл балалары да арманшыл болып өскен екен.